Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында осындай сыр және де колбаса қосылған керемет блинчик дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші жұмыртқаға тұзды қосамыз, одан кейін сүтті құйып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын үстіне разрыхлитель мен ұнды қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде қамыр осындай біркелкі және сұйық болуы қажет. Одан кейін начинкасына теркадан өткізілген сыр мен майдалап кубиктеп туралған колбасаны саламыз. Сосын табамызды жақсылап қыздырып алып, жай отта осылай майлап шығамыз. Одан кейін кішкене қалыңдау етіп, біздің блинчиктерді құйып пісіріп аламыз. Үстіндегі қамыры құрғап, кішкене қатайып бастағанда осылай аударамыз. Біздің өте дәмді әрі ерекше блинчиктер дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.